Өө istейді екен ғой. Ё-моё, мен телефонды алып, Қорлан деген қарындасыма хабарласып көрейінші қазір. Мен туған күнімді ұмытып кеткен сияқты. Жарайды, келетін шығар, есіне түсіп, үйді сәндеп қояйыншы. Жүршеш, менің машинам отыр. Ақбашы, мына машина сенікі, сен айдай берші. Осы саған подарка. Мен машинам қатты айдаймын. Оны жайдай. Авария болатпек. Сен туған күнге арналып істеген сияқты что-то. Кеттік, не істейміз? Кино қарамыз ба? О, мен телевизор қарап шаршап кеттім ғой. Не кетті өзі? Біреудің бүгін туған күні сияқты ма бір есімнен шығып тұр бар ғой, кімдікі екен. Ол жақта телевизор не кеткен, жөндемей қойды. Ол істейді екен ғой. Ё-моё, мен телефонды алып, Қорлан деген қарындасыма хабарласып көрейінші қазір. Алло, Қорлан, қаяқтасың? Алло, жақсы, үйдемін. Не болды, сөйлемей жатсың ғой? Ештеңе. Не түріктан қойып жіберді, бірден болып қалды ма әлде? Ё-моё, есіме енді түсіп жатыр ғой. Ё-моё, бүгін қарындасым туған күні еді ғой. Ё-моё, бүгін ұйықтап ертең бармасам. Ё-моё, онда мен ұйықтайын құрсын. Мен туған күнімді ұмытып кеткен сияқты. Жарайды, келетін шығар, есіне түсіп, үйді сәндеп қояйыншы. Мен ұйықтай алмай жатырмын. Не кетті өзі маған? Қарындасым туғанына барсам екен, әлде бармасам екен. Қой жоған үлкен сыйлық жасамасам. Оның үйінде бірақ машина жоқ еді, соған машина алып келмесем. Машина сататын қай жерде еді, осы жақын ба екен. Барып көру керек еді осы. Бұл машина тек қана салоннан алдым. Ё-моё, машина сататын жерге келдім. Бірақ оған мынаяқта машинаға қарадым. Ақшам жетпейді. Әлде өзі машинаны подарок ете берейінші. Соның өзінде подарка ғой. Қой онда үйін үшінші үй деп еді. Ой, бұрыннан біледі екен, оның үшінші үй екен. Достар, үйіне де жеттім енді. Үйіне жайлап кіріп көрейік, мына кім машинасы. Бейтаныс біреудікі шығар құрсын. Онда машина жоқ еді. О, сәлем, қалайсың қарындасым? Мен сен кем деп ойласам, бірақ мен сені білмеппін ғой, бүгін туған күн екен. Мен сені ұмытып кеттім ғой, вообще. Жарайды. Кел отыр, дастархан жайып қойсаң. Сен келетінді бір дайындап қойған ғой. Жаңа мен звондап едім, неге трубканы басып жібердің? Ой, келмейтін шығар деп ойлап едім. Ой, мен есімнен шықпайды ондай. Ой, кеттік, қыдырып бардық па, түннің 1 болса да. Жарайды, мен киімді алмастырып шығып келейін. Онда мен осылай жүре берем. Тамақтың бәрін жеп қояйын онда. Ё-моё. Ұят болды ма деп ойлап қалып. Ё-моё. Қорқып айттым ғой. Мына кім машинасы сонда? Ё-моё, мынау кім ба? Кім еді аты? Аты кім еді? Ибуш деген досымның екен ғой. Ол бір ютубер. Одан неше бір. Ода көп подписчик бар. Бірақ неше екен білмеймін. Ё-моё, мен де қолдап кетсе екен. Сондай болса екен менде де. Ой, киініп жатыр екен, көрмей қойын. Оғанша мен Қорланның үйін пілсізді қоя берейінші. Ё-моё, ұстай алмайды екен, бірақ үйді таза болып тұр. Нәже отырап, ойланып отыра берейінші, не істейтінімізді. Ё-моё, қарындасым бар қойдайыншы, не кетті әші? Келатыр ма екен, қарап қойдайыншы. Мен киініп болдым. Қарындасым болдың ба сен жалпы? О, кеттік, қыдырайық, таң атты уже. Ё-моё, екеуміз де ұйықтамадым. Бірақ мен күтті 1 сағат ұйықтамам, кеттік. Дастархан жайылып тұра берсін ба? Кеттік. Жүршеш, менің машинам отыр. Ақбашы, мына машина сенікі, сен айдай берші. Осы саған подарка. Мен машинам қатты айдаймын. Оны жайдай. Авария болатпек. Кеттік, андай неге?
қарындасым, торговый центрге барып кетейік. Сол жақта 17-шілер көп шығар. Кино. Давай, сол жаққа барып кетейік. Давай. Сен не айтасың соны? Барлығын істейміз, болды. Бүгіннен бастап сен туғаның ғой. Ой, мен сәл тату оламын не. Біріншістен тәріпті. Еще қалататын ана. Жасылды басу керек сияқты. Қорқып тұрым бар ғой. Мен сонда розовый цветтерге ауыстыруға бола ма не? Жерге қояды екен ғой. Бетеліп істей бересің. Күшті ғой. Сен туғаныңа арналып істеген сияқты что-то. Кеттік, не істейміз? Кино қарамыз ба? Ондай жақта адам жоқ қой, тегін ғой. Ол жақсы онда попкорн алайық. Кеттік, мына жаққа кірейік. Кеттік, қандай кинолар бар бұл жерде? Мен сүйікті кином ғой. Қарындасым білесің бе, мен сүйікті кином ғой. Неге мен алмай жатып олдың? Қуасың ба? Сәлеметсіз бе? Біз неге ұратысты? Мен қазір бара алмаймын. Сондықтан қолым бос емес, көптеген ұрылар жүр. Мен сендерді адамдарды қорғайтын адаммын деп. Біздің енді біз сізге көмектесе алмаймыз, кешіріңіз. Не көтті ше, Бұнда бірінші, екінші сериал үшін ана тіркеліп лайк басып кетіңіздер.